Қазақстан тарихы пәні бойынша 8-ші сыныбының болмақ. Олай болса біз сабағымызға кірісейік. Құрметті оқушылар, міндетті түрде сабағымыздың ең басы амандасу және ұйымдастыру кезеңі. Ұйымдастыру кезеңін жүзеге асыру үшін бізге мозаика әдісі көмекші құралы бар. Мозаика әдісін жүзеге асыру үшін, құрметті оқушылар, мұнда ұсынылған қима қағаздарын таңдап, ондағы жасырылған тұлғаны кесін кейтін құрастырайық, кірсе қойып. Бір қима қағаздан аламыз. Және ондағы жасырын тұрған кесін кейтті құрастыруға тырысайық. Жылдамдатайық. Және осы кесін кейтке байланысты топтарға жайғасамыз. Бірінші кесін кейт Әлихан Бөкейхановтың суреті шығу керек, және екінші кесін кейт Мұстафа Шоқайдың суреті шығу керек. Ондағы кесін кейттер бойынша жайғасайық. Жылдам мозаиканы құрастырамыз. Сотқа соғып кесін кейтті құрастырып шығайық, қыздар жігіттер. Сізде Мұстафа Шоқай, Мұстафа Шоқай. Кім алды? Жақсы, тамаша. Қыздар жігіттер, енді сурет екіншісі Мұстафа Шоқай. Бұл тұлғаларды бүгінгі сабаққа дейін Қазақстан тарихы пәнінен кездестірдік пе? Кездестірдік. Мынау мемлекеттік думаларда көрдік, және Алаш қозғалысының қалыптасуы тақырыптарында көрдік. Бұл тұлғаларға байланысты қысқаша сипаттама бере алатын оқушылар бар ма? Динара. Әлихан Бөкейхан қазақтың көрнекті қайраткері. Алаш қозғалысының көшбасшысы. Яғни бізде естеріңізде болса 1905 жылы Алаш қозғалысы басталып, оның ең басында кімдер тұрды? Осы қазақ зиялылары. Бұл қазақ зиялыларының басында жетекшілік қызметті кім атқарған? Әлихан Бөкейхан. Тамаша. Екінші тұлға бізде Мұстафа Шоқай. Қазақтың белгілі саяси қайраткерінің бірі Мұстафа Шоқай. Ол депутат болмаса да 3-4-ші мемлекеттік думаға қатысқан. Дұрыс айтасыз. Бірінші, екінші мемлекеттік думада депутаттыққа сайланбағанымен, 3-4-ші мемлекеттік думаларда мұсылман фракциясының жерінде қызмет атқарды. Тамаша, рахмет отырмыз. Олай болса, қыздар жігіттер, біз мозаика әдісі арқылы топтарға жіктелдік. Енді сабағымыздың барысы осы топтар бойынша жұмыстар жүргізіледі. Кесіп қояйық, олай болса сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді келесі біздің сабағымыздың келесі бөлімі алдыңғы білімге шолу. Қыздар жігіттер, Қазақстан тарихы жалпы тарихи процесте өтілетін тақырыпқа емес, көбіне алдыңғы білімге міндетті түрде не істеу керек? Шолу қажет. Өйткені тарихи процесс бір-бірімен тығыз байланыста болғандықтан біз алдыңғы білімге міндетті түрде не істейміз? Шолу жасаймыз. Қыздар жігіттер, біздің алдыңғы тақырыбымыз қандай тақырып болып еді? Қазақстан азаматтық қарсылық жылдары, яғни азамат соғыс жылдарында біз тақырыптарды баяндағанбыз. Ол жердегі тарих ақпараттарды еске түсіру үшін біз JTK сайты арқылы квесттік тапсырма орындаймыз. Енді құрметті оқушылар, бізде квесттік тапсырмада арнайы бөлме беріледі. Бұл бөлмеден біз не істеуіміз керек? Шығуымыз қажет. Яғни есікті ашуымыз қажет. Енді есікті ашу үшін құрметті оқушылар, алдыңғы тақырыпқа байланысты болған сұрақтарға міндетті түрде не істеу керек? Дұрыс
жооп берүү керек. Олай болса біз бастаймыз. Жақсы, енді құрметті оқушылар, бізде есігіміз не? Жабық тұр. Есікті ашу үшін мұндағы элементтерді пайдалану арқылы сұрақтарды анықтаймыз. Бірінші элемент бізде сурет. Суретте сұрақ жасалған. Кім жауап берді? Дина. Жауап? Большевик. Келсеңіз бе? Жақсы. Большевиктер. Келесі. Екінші элемент. Кітаптарды көрейік. Жоқ. Алдамшы малекет. Диск қажет болатын элемент екен. Жақсы. Сұрақ жасырылған. Капиталға иелік етпей өз еңбегін жалға сататын тап қалай аталады? Мансұр. Пролетариат. Жауапқа келсеңіз бе? Келсеңіз, тамаша. Жалғастырайық. Келесі элемент. Кітапта жоқ. Жауап бердік. Ұялы телефон. Қажетті деталь екен. Компьютер. Для запуска требуется диск. Яғни бізде диск бар ма? Қажетті предмет. Ал қажетті предметті алайық. Компьютерімізді қосайық. Енді мұнда сұрақ жасырылған екен. Сұрақ. Азамат соғысы кезінде шетелдік күштердің Ресейге әскери араласуы қалай аталады? Бұл терминмен біз міндетті түрде танысқанымыз. Зарина. Интервенция. Интервенция. Келсеңіз ба? Келсеңіз. Жақсы, жалғастырайық. Жарайсың, Зарина. Так, бізде қанша сұрақ болды? 3 сұрақ болды. Так, келесі сұрақ. Бар екен. Ал 1918 жылы Ресейдегі азамат соғысында бүлік шығарған легион қалай аталады? Жаңабек. Чехословак корпусы. Чехословак корпусы. Келсеңіз. Мүмкіндікті тастан екпе бөлі салады. Екпе бөлі салыңыз. Және алаш автономиясына қатысты болған терминдерді жазып қалдырайық. Мұстафа Шүкіров. Келіңіздер, сіздердің жазбаларыңызды уақытты үнемдейік. Қандай терминдерді кездесіп? Жұмыс жасаймыз. Екінші топ Түркістан автономиясының құрылуымен оның тарихи маңызына байланысты жұмыстар жасаймыз. Ал енді қыздар, жігіттер, презентацияға кіріспес бұрын әрқайсымыз өзіміздің рөліміздегі тапсырмаларға жұмыс жасауымыз керек. Ондағы мәліметтерді жинақтауымыз керек. Бізде рөлдің ойындары тарихшы бар, талдаушы бар, салыстырушы бар, пікір білдіруші бар. Пікір білдіруші негіздей отырды. Ал жұмыс жасаймыз. Бізде қазір чат GPT-дің қолдану аясы өте кеңейіп кетті. Арнайы ол үшін қосымшалары да бар. Мынау естеріңізде болса, ең алғашқы тарихи ақпараттарды, кез келген ақпараттарды іздеу үшін біз сақтарды салып жазамыз. Ал оның орнын уақыт бөлгенде алмастырды, Google қосымшасы алмастырды. Енді қазір жаңа заман келеді. Жаңа мүмкіндіктер Google-ның орнын енді чат GPT алмастырды. Сондықтан ақпаратты терең зерттеу үшін чат GPT-дің көмегімен жүргіземіз.
Burada belirgin aşağıda. Asık koyun. Ki bu dahil olan bölümde sizlerge жаңа нөмір бердім ғой, сонdan бері WhatsApp-қа жібереміз. Дайын болдық па? Маған жіберіп қоя салыңыздар, иә? Енді құрметті оқушылар, бізде тапсырма барысында міндетті түрде бірінші талдау жұмыстары жүргізілді. Ондағы рөлдік ойындарға байланысты ақпараттарды өздеріне ескеру керек. Ол жайғасаңыз, WhatsApp өткізіп бөліп салыңыз. Енді ол жерде рөлдік ойындардың ішінде топ жетекші менен презентаторлар, иә? Презентаторлар міндетті түрде не істейді? Дайын болған нәтижені алаңға ұсыну керек, иә? Олай болса бірінші жұмысты алаш автономиясы бастайды. Және дайын болған өнімдеріңіздің нәтижесін ұсыныңыздар, иә? Алаш автономиясының құрылымы және тарихи маңызы. Алаш автономиясы қазақ халқының 20 ғасырдағы басындағы маңызды тарихи оқиға. Бұл автономия қазақ жерінің тәуелсіздігін және де мемлекеттің сақтаудағы бағытталған болатын. Біздің тарихшымыздың көмегімен және оның айтуынша Алаш автономиясының тарихи контексті мен маңызы. Алаш автономиясының құрылуы 1917 жылдың Ресей империясының құлдырауымен қазақ зиялыларының бірігуімен Алаш автономиясы құрылды. Алаш автономиясының мақсаты қазақ халқының тәуелсіздігін қалпына келтіру, ұлттық мемлекетті құру, мәдениет пен тілдің дамуын қамтамасыз ету. Алаш автономиясының маңызы. Алаш автономиясы қазақтың тәуелсіздігі мен ұлттық мемлекет құру жолындағы алғашқы қадам болып табылады. Ол қазақтың саяси еркіндігін, білімін және мәдениетін дамытуға негіз салды. Алаш автономиясының құлдырауы 1918 жылда Кеңес үкіметі Алаш автономиясын таратып, оның жетекшілері қолдады. Біздің пікір білдірушіміздің көмегімен және оның айтуынша Алаш автономиясының қазақ халқының саяси жағдайына әсері, ұлттық сана сезімінің оянуы, Алаш автономиясы қазақтың саяси тәуелсіздікке ұмтылысын күшейтті, саяси белсенділігі, Алаш қозғалысы қазақ халқының саяси бірлігін нығайтып, ұлттық тәуелсіздікке деген ұмтылысын арттырды. Мемлекет құру идеясы Алаш зиялылары қазақтың өз жерінде дербес билік жүргізуі, ұлттық мүддені қорғау мақсатында автономия жариялады. Оның әсері алаштық идеялары тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Біздің салыстырушымыздың айтуынша және оның көмегімен Алаш автономиясы мен басқа ұлттық автономиялар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар. Барлық автономиялар тәуелсіздікке ұмтылды. Ресей империясы ыдырағанда тек Алаш автономиясы емес, Украина, Финляндия тағы басқа халықтардан түрлі автономиялар шықты. Оның бәрі өз халқын мәдениетін тілін қорғауға дамытуға бағытталды. Айырмашылықтары саяси жағдай Алаш автономиясы Ресей құрамында қалып толық тәуелсіздікке қол жеткізе алмады. Себебі Алаш автономиясы өте күрделі жолмен жұмыс жасады және де оның ортақ қаласы Семей қаласы болды. Алаш автономиясы ақгвардияшылармен қосылып Қызыл армияға қарсы соғыс жасады, яғни қарсылас болды. Алайда ақгвардияшылар Алаш автономиясын мойындамады. Олар бір тұтас бөлінбейтін Ресейді қалады. Сондықтан Алаш автономиясы мен ақгвардияшылар арасындағы байланыс осы жерден үзіледі. Халықаралық таныту. Финляндия мен Украина тәуелсіз мемлекет ретінде танылып, тұрақты қалды. Ішкі тұрақтылық, Алаш автономиясы қысқа уақыт өмір сүріп, Кеңес үкіметінің қысымынан құлады, ал басқа елдер ұзақ уақыт тәуелсіздікке ие болды. Біздің талдаушымыздың айтуынша және оның көмегімен Алаш автономиясының құрылу себептері мен негізгі аспекттері. Алаш автономиясының құрылуының басты себептері 1917 жылдағы ақпан революциясы, қазақ халқының саяси еркіндікке ұмтылуы және де экономикалық және әлеуметтік әділетсіздікке наразылығы. Басты аспекттері қазақтың дербес саяси билігін қалпына келтіру, қазақ халқының бірлігін нығайту және ұлттық білім беру мен мәдениетті дамыту. Біз Түркістан автономиясы жайлы ақпарат беруші топпыз. Мен топ жетекшісі, менің көмекшім талдаушы. Бұл презентацияда біз Түркістан автономиясының құрылуына, негізгі аспектілеріне, басқа ұлттық автономиялармен
салыстыруында қазақ халқының саяси жағдайына, әсеріне және тарихи маңыздылығына тоқталатын боламыз. Tamamdır. Бізге Түркістан автономиясының құрылу себептері мен негізгі аспектілерін тарихшымыз талдап берді. Құрылу себептері Ресей империясының құлауы, ұлттық аймақтарда билік вакуумының пайда болуы, ұлттық сана сезімінің оянуы, Түркістан халықтарының тәуелсіздікке ұмтылуы, отаршылдық саясатқа қарсылық, большевиктер өзін билеу ұранын қолдамағандықтан аймақ халықтары өз автономиясын жариялады. Бұл бас себеп деп айтсақ та болады. Негізгі аспектілеріне келетін болсақ, алғашқы мемлекет, яғни Түркістан автономиясы Орта Азия халықтарын тәуелсіздікке деген алғашқы қадамы болды. Ұлт азаттық қозғалысқа негіз. Бұл оқиға кейінгі тәуелсіздік үшін күрестерге ықпал етті. Ұлттық элитаны қалыптастырған Мұстафа Шоқай, Мұхамеджан Тынышбаев сияқты тұлғалар тарих сахнасына шықты. Большевизмге қарсылықтың белгісі Түркістан автономиясының тоталитарлық жүйеге балама ретінде демократиялық жол ұсынды. Түркістан автономиясы мен басқа ұлттық автономияларды салыстыра кетсем, біріншіден Түркістан автономиясы мен басқа ұлттық автономиялардың арасында ұқсастықтардың бірі ұлттық мәдениет пен тілді дамытуға тырысқандықтары. Екіншіден, ол айырмашылықтары Түркістан автономиясы аумақтық кеңейтілуі және әртүрлі ұлттардың өкілдерін қамтуы жатады. Сонымен қатар Түркістан автономиясының ұлттық қозғалыспен байланысы және оның өзгерістерге әсері автономиялардан ерекшеленеді. Қазақ халқының саяси жағдайына әсерімен пікірімді бөлуге кетсем, Түркістан автономиясы қазақ халқының саяси санасының оянуына және ұлттық мүддені қорғау үшін күреске үлкен әсер етті. Бұл автономия қазақ зиялыларының ұлттық тәуелсіздік идеясын дамытуына, мемлекеттілігін құруға ұмтылуға негіз болды. Сонымен қатар Мұстафа Шоқай халықтың өздерінің қайраткерлердің әрекеттері қазақ қоғамында саяси күрес пен азаттық қозғалыстың маңыздылығын арттырды. Түркістан автономиясы большевиктер саясатының әділетсіздігін көрсетіп және де халықтың болашағы үшін жауапкершілік алуға ұмтылғызды және де оларды шабыттандырды. Олардың белсенділігіне себеп болды. Бізде арнайы талдаушы Түркістан автономиясының тарихи маңыздылығын үш топқа бөлді. Біріншісі, ұлттық сана. Қазақ халқының өзін танып білуіне және ұлттық санасын қалыптастыруына септігін тигізді. Екінші, саяси өзгерістер. Яғни бұл дегеніміз кеңес одағының саяси өзгерістеріне және ұлттық автономиялардың дамуына ықпал етті. Үшінші, тарихи мұра. Қазақстан тарихындағы маңызды кезеңдерді бейнелейтін мұра болып табылады. Рахмет. Бізде Түркістан автономиясының құрылу тарихына байланысты болған қысқаша ақпараттар ұсынылды. Жақын ықпалды жүргізейік. Кім келсе, кімнің қарсылығы бар, кім ой қосатыны бар. Мансұр. Түркістан автономиясы қазақ халқының өз тәуелсіздігінің аңсауына маңызды үлгі болды. Мұстафа Шоқай бастаған қайраткерлердің әрекеттері қазақ зиялыларына ұлттық идеяларды алға жылжытуға серпін берді. Бұл автономия қазақ халқының өз алдына саяси дербестікке ұмтылуына нақты мақсат болды. Тамаша, рахмет, отырыңыз. Нұрсұлтан. Және олардың айырмашылығы Түркістан автономиясы ресеймен шектелу түрде болса да олар ресеймен ынтымақтастықта қалады. Және Түркістан автономиясының басты идеясы ислам бірлігі мен түркі тілдес халықтардың Тұлғаларын жасырып көрейік, табам екен. Ал бірінші Алихан Бөкейхановтан бастайық, бірінші топ. Алихан Бөкейханов. Әйел адам болып табыла ма? Жоқ. Ол кісі бізде ер азамат. Келесі. Аш. Аха. Кішкене күте тұрайық, интернет. Ол кісі дүниеден өткен кісі болып табылады. Ал жақсы. Жоқ, қазақ, иә.
Мемлекет басшысы болды ма? Возможно, частичный дегенimiz не? Кейбір бөліктерінде, яғни біз автономияға жетекшілік еткендігін білеміз. Ал жетекшілік жолға ол кісі қалай келді? Алаш автономиясы құрылу процесінде бізде демократиялық жолмен сайлау өткізіп, онда жастар дауыс беріп, халық дауыс жинау арқылы жетекшілікке мұсылман, ол кісіні мұсылман деп танымыз. Жақсы. Кавказдық ол кісі? Жоқ. Қай жақтікі ол кісі? Қазақстандық, е? Жақсы. Қазақ па? Қазақ. Жақсы. Енді бүгінгі күнде сұраққа қойдым бүгін жоқ, е? Ол кісі бұл мультифильмдік персонаж болып табылмайды. Так. Неміс тілін білуі мүмкін ба? Нақты турасы білуі көптеп білуге білетіндігін нақты білмейміз, е? Сондықтан білмейміз деп бекітейік. Жоқ, кітапқа ешқандай қатысы жоқ. Жазушының еңбектері бұл кездесуі мүмкін. Ату жазушынан кесілді. Кеспейміз, е? Жоқ. Ондай кісі емес. Бес әріпте тұра ма? Қанша әріпте тұрады? 6. Кинотуындыларында ол кісіні кездестірдіңіз. Олай болса келесі тұлғамыз кім? Мұстафа Шоқайды жасырып көрейік, е? Жалғастыру. Тамаша. Так. Дүниеден өткен бұл кісі? Мұстафа Шоқай дүниеден өткен кісі болып табылады. Орыс тілін біле ма? Мүмкін, е? Біледі. Қазақ па? Жазушы ма? Жақсы, келсейік. Жоқ, ондай неге қатысы жоқ, бұл кісінің. Виртуалды әлемде бізде VR. Виртуалды әлемде жоқ. Келесі. Біз әдеміні жайғастырайық, е? Ал әдемі сиқырлы орындықта жайғастыруымыздың есебі бүгінгі сабаққа байланысты қысқаша бір сұраққа жауап беріп көрейік. Алаш автономиясы мен Түркістан автономиясының ұқсастығы олардың бір жылда құрылуында ма? Келісеміз ба әдемінің ойымен? Жоқ. Екі автономияда қай жылы құрылды? 1917 жылы құрылған болатын, екеуі де ұқсастығы бір жылда құрылуында, е? Тамаша, жақсы әдемі отыра қойыңыз. Келесі, иманәліге сұрақ қояйық. Алаш автономиясының орталығы ретінде біз Семей қаласын қарастырамыз ба? Яғни орталығы бізде Семей қаласы болды, е? Жақсы, отыра қойыңыз. Енді қыздар, жігіттер, біздің сабағымыз аяқталуға шақ қалды. Сондықтан бүгінгі сабаққа байланысты кері байланыс жүргізуіміз қажет. Яғни біздің сабағымыз біз үшін түсінікті болды ма? Оны қиын болған тұстары бар ма? Яғни болмаса бүгінгі тақырыпқа байланысты көкейімізде қалып кеткен сұрақтар бар ма? Осы сұрақтардың аясында жұмыс жасау үшін біз рефлексивті есеп жүргіземіз. Рефлексивті есепке көшпес бұрын сіздерге үй тапсырмасын беріп алайын, е? Қыздар, жігіттер, біздер мынау
қоғамдағы ең соңғы үлгіде келе жатырған жасанды интеллекттің көмегіне бүгін жүгіне алдық, чат GPT-ға жүгіндік, Гамай презентация жасайды, Акин атақтың көмегіне жүгіндік, Jotex KZ-тің соның көмектеріне жүгіну арқылы біз жасанды интеллекттің құзыреттерін көрдік. Енді қыздар жігіттер, осы жасанды интеллекттің құзыретіне жүгіне отырып, чат GPT-дің негізінде қазақ ұлттық автономияларының құрылуының тарихи маңызы тақырыбында 5 сөйлемдік баяндама дайындап келейік. Енді өзімізде толық ақпараттарды жинақтаймыз және чат GPT-дің негізінде осы баяндаманы дайындауымыз қажет. Енді құрметті оқушылар, сабағымыз осымен аяқталды. Құрал саймандарымызды жинап, жаңағы шкала әдісі арқылы түрлі санатқа кері байланыс беріп кетейік.